Хужраттың 7-ші жылында болған оқиға. Осы жылы Хайбір қаласы азат етілді. Әбу Суфиян қызы Хубайба мен Расулуллах алейхиссалам осы жылы некеленді. Сол жылы Мұхаммед алейхиссалам әр тараптағы патшаларды иманға үндеп хат жазды. Қайсы біреулері қабыл алып мұсылман болды, қайсы бірі қабыл алмай әлек болды. Мысыр патшасы бұл жылы хат алған соң иманға келіп, пайғамбар алейхиссаламға Мәрия, Сәрия атты 2 әйелді атады және бір дүлдүл Яқпор атты бір қашырды сыйлық етіп жіберді. Пайғамбар алейхиссаламның ғазиз баласы Ибрахим осы Мәриядан туған, ал дүлдүлді Хазіреті Ғали мінген еді. Хужраттың 8-ші жылында болған оқиға. Бұл жылдың Сафар айында Халид бин Валид, Ғамур ибн Ас, Осман бин Талха Мединеге келіп ислам дініне қызмет көрсете бастаған еді. Хазірет Халид батыр да қуатты еді. Хазірет Халидтің мұсылман болуына сахабалар мен пайғамбар алейхиссалам шат болды. Пайғамбар алейхиссалам бұл жолы Басра патшасына дін исламға сен деп Харис бин Ғамерден хат жіберді. Шамда төрелігіп отырған Шархабил Хазіреті Харисті өлтірді. Пайғамбар алейхиссалам бұл хабарды естіп ашуы келді. 3000 әскер әзірлеп Мутта соғысына аттандырды. Заид бин Харсаны әскер басшылығына сайлады. Егер Заид шейіт болса, әскер бастығы Жағыпар ибн Әбу Талиб болсын, ол шейіт болса Абдулла бин Рауаха болсын, ол да шейіт болса, жалауды келесі бір адам алсын деп өсиет қылып, пайғамбар алейхиссалам әскерді Мединеден Сахараға дейін шығарып салды. Ислам әскері Шам тарапынан Маған деген жерге жеткенде Шархабилға 100 000 әскер, Шамдағы арабтардан 100 000 әскер келетінін естіп тоқтатты. Бұндай көп әскерге қуатымыз жетпес, пайғамбарға хабар берелік, не айтар екен десті. Сонда Абдулла бин Рахава: «Әй дін ислам мұсылмандары, біз мұндай соғыстарда әскеріміздің көптігінен жеңбедік. Алла тағала жәрдемімен жеңген едік. Осы жолдан қайтпайық, жәрдем беруші Алла тағала» деді. Мутта деген орынға жеткенде дұшпан әскері қара бұлттай көп көрінді. Оларға қарағанда ислам әскері өте аз еді. 2 әскер қарсы келіп, саптарына тұрысты. Заид бин Харса оң жағына Хатба бин Хатаданы, сол жағына Ғабаба бин Мәлікті қойып соғысқа кірісті. Соғыс қатты болды. Заид бин Харса қаза тапты. Онан соң Жағыпар бин Әбу Талиб кірді. Ол көп уақыт соғысты, артынан ол да шейіт болды. Онан соң ислам әскерінің қуаты нашарлады. Жеңіліп ыдырай бастады. Қатба бин Ғамар: «Әй мұсылман жамағаты, не үшін қашамыз? Өлгенше беріспей соғысамыз» деді. Онан соң бәрі жиылып, Сәбит бин Эхрам жалауды ұстап, Халид бин Валидке берді. Хазірет Халид қалған әскерді сапқа тұрғызып, қайраттанып, айқайлап соғысқа кірді. Аш арыстандай дұшпан әскерін қырып, қатты соғыс қылды. Кеш кіргенде екі жақтың да әскері тыйылды. Ертеңінде Халид әскерін өзгертті. Әскерінің солын оңға, оңын солға, артын алдына қойып тізілді. Дұшпан әскері алғашқы қуатында емес, өлгендері көп еді. Оларға ислам әскері көбейіп кеткендей көрінді. Соғыс қайта басталды. Ислам әскері қуаттанып, үстемдік ала бастады. Мүшіріктер шегінді. 3000 әскерден 300 000 әскердің жеңілуі Халидтің батырлығынан еді. Дұшпанның жеңілгенін көргеннен кейін Халид бин Валид әскерін жиып Мединеге қайтты. Расулуллах һәм сахабалар Заид бин Харса һәм Жағыпар бин Әбу Талиб һәм Абдулла бин Рауаханың шәйт болғандарын естіп қапаланса, 3000 әскердің 300 000 әскерге төтеп бергенін естіп шат болды. Расулуллах алейхиссалам Халидке Сейфулла деп есім қойды. Пайғамбар алейхиссаламның асыл жұрты Мекке Мүкәрраманы азат етуі де осы жылы. Құрайштар басшысы Әбу Суфиян Салих жазуын жаңартсам деп Мединеге барды.
Мединеде өзінің қызы Хубайбаға кірді. Қызы Хубайбаның үйінде пайғамбар алейхиссаламға бір төсек бар еді. Әбу Суфиян сол төсекке отырмақ болғанда қызы Хубайба: "Ол төсекке отырма, ол Расулалла төсегі. Сен мүшрик болғаның үшін нәжиссің. Саған рұқсат жоқ" деп төсекке отыруға тыйым салды. Әбу Суфиян ашуланып: "Сен менің қолымнан кеткеннен кейін бұзылғансың" деді. Қызы Хубайба: "Альхамдулиллахи, дін исламға кіріп, күнәдан құтылдым" деді. Әбу Суфиян Расулалланы көрді. Не үшін келгенін айтты. Расулалла еш жауап бермеді. Әбу Суфиян үмітсіз шығып Әбу Бәкірге барды. "Мен салих жазуын жаңартуға келдім. Мұхаммедке айт, менің сөзімді қабыл етсін" деді. Әбу Бәкір: "Қолымнан келмес" деді. Ол одан шығып Хазіреті Омарға барды. "Ол маған шапағат ет" деді. Сонда Омар: "Саған шапағат ету қайда, сенмен соғысудан басқаны білмеймін" деп жауап берді. Онан Хазірет Алиға келді. Ешқайсысы Әбу Суфиянға ілтифат етпеді. Әбу Суфиян тау шағылып, түйесіне мініп Меккеге кетті. Меккеге жетісімен Құрайш үлкендері Әбу Суфиянға барып: "Не хабар әкелдің? Салихымызды жаңарттың ба?" деп сұрады. Сонда Әбу Суфиян: "Жаңарту қайда? Мұхаммедтің өзінен де, сахабаларынан да жақсылық ізет көрмедім. Бұлар сияқты басшылардың сөзін берік ұстаған халықты бұрын көрмеп едім" деді. Әбу Суфиян кеткеннен кейін пайғамбар алейхиссалам сахабаларына: "Соғысқа әзірленіңдер" деп бұйырды. Шет тараптағы руларға Рамазан басында Мединеге келсін деп хабар берді. Мединеден 5.000, басқа рулардан 5.000, барлығы 10.000 әскер дайындалып, Рамазан айының 10-шы күнінде пайғамбар алейхиссалам әскерімен Мединеден шықты. Шығарында мақсатымыз Мекке мүкәрраманы алу, Мекке еліне ешкім хабар бермесін деген. Бірақ сахабалардың біреуі хат жазып, Сарай есімді қатынынан Мекке халқына хабар берген екен. Жебрейіл алейхиссалам пайғамбар алейхиссаламға хаттың кеткенін хабарлады. Расулалла дереу Хазірет Алиға: "Меккеге бір қатын хабар беруге кеткен, қазір бәлен жерге жетті, еш ықтиярға қоймай хатын алып келіңіз" деді. Дереу бұлар барып, қатынның соңынан қуып жетіп, хатты тез бер деді. Қатын бұларды таныды. Хазірет Алидан қорыққаннан хатты берді. Хатты алып пайғамбар алейхиссаламға келіп берді. Расулалла хатқа қарап, иесі Хаттаб бин Әби Балат екенін білді. Оны шақырып алып: "Не үшін хабар хат жаздың?" деді. Хаттаб: "Я Расулалла, иманымда жамандық жоқ. Меккеде қандастарым көп болғандықтан бұл хабарды естіп, өздерін құтқарсын деп жазған едім" деді. Омар: "Я Расулалла, бұл мұнафиқтың басын кесемін" деп ұмтылғанда, Мұхаммед пайғамбар рұқсат бермеді. Хаттабқа кешірім жасалды. Хазіреті Ғаббас Меккеден Мединеге келе жатқан еді. Расулалланың әскеріне қарсы кездесті. Расулалламен көрісті. Расулалла Хазіреті Ғаббасқа: "Ей қандасым, мен пайғамбардың соңы болсам, сен мүшриктердің соңы болдың. Жамағат балаларыңды Мединеге жібер, өзің бізбен бірге Меккеге жүр" деді. Хазіреті Ғаббас жарайды деп, балаларын Мединеге жіберіп, өзі соғыс киімдерін киіп, Расулалламен Меккеге кетті. Құрайш руы Расулалланың әскермен келетінін білмеген. Бұлар Меккеге жақын Мараз-Захран деген жерге тоқтады. Кеш болғанда пайғамбар алейхиссаламның 1000 орынға от жаққызды. Құрайш руы оттың көптігін көріп қорқып, Әбу Суфиянның жанына жиналды. Әбу Суфиян: "Бұл көп әскер кімдікі екен?" деп Хаким бин Бәтфил есімді кісіні алып, қарауылдағы әскер жанына келді. Оларға: "Хазірет Ғаббас, Мекке халқы ойран болмасын, Расулалладан иман сұраңдар" деді. Хазірет Ғаббас Әбу Суфиянды алып келгенде: "Әй Әбу Суфиян, ла илаха иллаллах деп айтуға уақыт болды ма, әлде болмады ма?" деді пайғамбар алейхиссалам. Әбу Суфиян ла илаха иллаллах деді. Расулалла тағы да: "Мұхаммед Расулуллах деп айтуға болмады ма?" деді. Әбу Суфиян:
маған азырақ кеңшілік бер, деді. Хазірет Ғаббас: әй Әбу Сафиян, тез айт, әйтпесе ана шатырда Хазірет Ғұмар қылышын көтеріп тұр, деді. Әбу Сафиян қорыққаннан Мұхаммед Расулуллах деп иман келтірді. Мұның иман келтіргенін Хаким бин Бәдбил көріп, олар дереу иман келтірді. Хазірет Ғаббас: я Раббым, Әбу Сафиян мақтануды жақсы көретін адам, оған біраз айырма берсең жақсы болар еді, деді. Сонда пайғамбар алейхиссалам: кімде-кім Әбу Сафиянның үйіне кірсе, мешітке кіргендей әмин десін, деді. Әбу Сафиян Құрайштарға барып: әй жамағат, мұсылман болыңыз, сонда сәлемет боларсыз, деді. Әбу Сафиянның әйелі Хинді бұл сөзді естіп, Әбу Сафиянның сақалына жармасты. Ей Құрайш халқы, мынау дивана қартты өлтіріңдер, деп айқайлады. Мекке халқы бұл хабарды естіп, не істерін білмей абыржып қалды. Пайғамбар алейхиссалам Меккеге жеткеннен кейін әскерін бөліп, әрқайсысын әр жерден кіргізуге әмір берді. Халид бин Валидке бірнеше әскермен Меккенің төменгі жағынан кіруге бұйырды. Егер Мекке халқы өздері соғыс қылмаса, ешқайсыңыз ешкімге тиіспеңіз. Тек Хакарама, Сафиян, Ғабдулла бин Сағат, Абдулла бин Забихари, Ғабдулғази, Хауарас, Мақис, Хазіреті Хамзаны өлтірген қатын Әбу Сафиян қатыны Хинді бин Қаталаның 2 жариясы және де Сара атты қатынды, ерлерден 8 кісіні, қатындардан 4 кісіні ұстап алып өлтіріңіздер, деді. Сонан соң сахабалар пайғамбар алейхиссаламның әмірі бойынша түрлі жолмен ақырын барып қалаға кірді. Мекке халқы еш қарсылық жасамады. Хакарама Меккенің төмен жағынан Халид бин Валидке қастық қылып соғыспақшы болса да, Халид бин Валид тез соғыс қылып 13 мүшрикті өлтірді, басқалары қашып кетті. Онан соң Халид Мекке Мукарамаға кірді. Пайғамбар алейхиссалам Халидтің соғыс қылғанын көрсе де мәжбүр болған үшін түсініп ғафу етті. Пайғамбар алейхиссалам біраз уақыт Меккеде тұрып, Мекке маңында тұрған руларды дін исламға үндеуге әскер жіберді. Халид бин Валидті бір керуен әскермен Жазима нәсіліне жіберді. Жазима нәсілі жахилит заманында Халидтің атасымен бір туған қарындасын өлтірткен еді. Халид олардан өш алуды ойлап жүретін. Осы жайды пайдаланып, Халид Жазия руының көп адамдарын қырып жіберді. Бұл оқиғаны пайғамбар алейхиссалам естігеннен кейін: әй Раббым, мен Халидтің қылған ісінен безіндім, деді. Одан кейін Хазірет Халиді көп малмен Жазима халқына жіберіп, өлтіргендерінің хақысын төлеп разы қылды. Мекке маңындағылар мұсылмандар болды. Сөйтіп, дін ислам тағы да қуат алып күшейді. 9-шы жылы болған оқиғалар. Бұл жылы зекет парыз болды. Мұхаммед алейхиссалам әр рудан зекет алу үшін ғамал, яғни зекет алушылар жіберді. Тәбрік соғысы осы жылы болды. Рум патшасы исламға қарсы соғысқа келеді деп естіді. Пайғамбар алейхиссалам әскер дайындауға бұйырып, 30 000 әскермен Ереже байында Мединеден шықты. Мұнафиқтар қайсар, өте қуатты болса да, біреулері соғысуды білмейміз деп, біреулері ісім бар деп Мединеде қалды. Тәбрік дегеніміз Шам жерінде болатын. Мединеден 14 күн жол. Пайғамбар алейхиссалам әскермен Тәбрікке дейін барды. Дұшпан тарапынан соғысқа еш даярлығы жоқ екендігін көріп, сау сәлемет Мединеге қайтты. Бұлар Тәбрік соғысына кеткен кезде мұнафиқтар Зарар атты мешітті жаңадан тұрғызған еді. Мақсаттары ислам арасына питна, яғни бұзық жолға түсушілер түсіру еді. Пайғамбар алейхиссалам Тәбріктен қайтқаннан кейін Зарар мешітін өздеріне зиян келтіретін етіп, мұнафиқтердің жүрегіне қасірет түсірді. Әр күні топ-топ адам пайғамбар алейхиссаламға келіп иман келтірді. Осы уақытта Изажға Насруллахи сүресі енді. Пайғамбар алейхиссаламның қызы Хазіреті Османның қатыны Үммі Күлсім осы жылы опат болды. 10-шы жылы болған оқиғалар.
Пайғамбар алейхиссалам Халид бин Валидті Нәжірен халқын иманға үндеуге жіберді. Нәжірен халқы қабыл етіп мұсылман болды. Осы жылы Пайғамбар алейхиссалам Хазіреті Ғалиді Йемен халқын иманға үндеу үшін жіберді. Барлық халық бір күнде мұсылман болды. Йемен тайпалары исламды қабыл етті. Пайғамбар алейхиссалам бұған шат болды. Сәжде етіп шүкір қылды. Осы 10-шы жылы Пайғамбар алейхиссалам қажы қылуға ниет етті. Құрбандық алып 40 000 қажыменен Зүлхағда айының 5-інде Мединеден шығып, Зүлхажжаның 4-інде Мекке Мүкәррамға кірді. Атыраптан мұсылмандар қажыға келіп жатты. Бұл жылы қажылардың саны 100 000-ға жетті. Пайғамбар алейхиссалам Арафат тауында құтба оқып, әсерлі уағыз насихат қылды. Пайғамбар алейхиссалам екінті намазын оқып, Ғазбан есімді түйесіне мінген еді. Сол арада Жәбірейіл алейхиссаламнан аят енді. Түйе аяттың мазмұнын білгендей шөкті. Көңілге жақсылық түсті. Сахабалар бұл аятты естіп, барлығы сүйсінді. Пайғамбар алейхиссалам Мүздәлфаға барды. Мүздәлфада тұрып, Хақ Тағаладан барша үмбеттің күнәсін ғафу етуін сұрады. Хақ Тағаладан сүйеніш хабар болды. Барша үмбетін жарылқады. Расулалла Мүздәлфадан айт күні Мүнаға барды. 70 түйе құрбан қылды. 63 түйені өзі бауыздады. Қалғанын Хазірет Ғалиға бауыздатты. Айт намазынан кейін Расулалла дін ислам үкімдерін түсіндіріп, уағыз насихат айтты. Сол кезде сахаба қажыларының көңілдері босап, көздерінен жас орнына қанықты. Мұның соңында, «Ей адамдар, сізге дін ислам заңдылығын жеткізе алдым ба?» деді. Баршасы әрине жеткіздіңіз деді. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхиссалам, «Ей Раббым, куә бол» деді. Сахабалар пайғамбар алейхиссаламның бұл уағыздарынан кейін оның опатының жақын қалғанын сезді. Пайғамбар алейхиссаламның ұлы Ибрахим осы жылы офат болды. Хужраттың 11-ші жылының Сафар айында Пайғамбар алейхиссалам Шам тарапына дін исламды насихаттау үшін әскер әзірлеуге бұйырды. Әсама бин Зейдті әскер басшы етті. Осы айдың соңында сәрсенбі күні Пайғамбар алейхиссалам ауруға душар болды. Күндердің бір күнінде мінбарға шығып, тағы да насихат айтты. «Ей адамдар, Алла атымен сұраймын. Егер менде әрбір кісінің алатын хақысы болса, немесе нахақ соғып, ренжіткен болсам, бүгін менен сол қарызын алсын, қияметке қалдырмасын» деді. Бұл сөзді қайталап, екінші рет айтты. Ешкім жауап бермеді. Үшінші мәртебе тағы қайталап айтты. Хақ Тағала қиямет күні ешкімнің хақын қалдырмас. Егер біреуге жасаған қиянатын болса, ұялмасын, айтсын дейді. Сол кезде Ғакаша есімді бір қарт сахабалар жанынан тұрып, «Ей Расулалла, Алланың есімімен қайталап сұрамасаң, айтпас едім. Тәбрік соғысында мен сенің жаныңда едім. Сен түйеге мінген едің. Сонда түйеңді ұрмақ болғанда маған қамшың тиіп кетті» деді. Пайғамбар алейхиссалам, «Бәрекелді, я Ғакаша, сен жақсы айттың» деді. Хазіреті Біләліға әмір етіп, тез барып қамшын әкел деді. Біләл қамшыны Расулаллаға алып келгенде, Расулалла қамшыны Ғакашаға беріп жатып, «Әй Ғакаша, мен сені қалай соққан болсам, сен де мені солай соқ» деді. Ғакаша сонда, «Әй Расулалла, менің ол уақытта арқам жалаңаш еді» дегенде, Расулалла мүбәрәк арқасын ашты. Хазірет Али, Әбу Бәкір, Ғұмар, Осман, Хасен, Хусайын баршасы орындарынан атып тұрып, «Әй Ғакаша, кет, не істемексің? Бізден қарызыңды ал, әйтпесе басыңды бір ақша бармыз» деді. Пайғамбар алейхиссалам бұларға, «Сабыр етіңіздер, Алла Тағала сіздердің ниеттеріңізді біледі. Ғакаша өзінің ойын жасасын» деді. Пайғамбар мүбәрәк арқасын ашты.
Нәбут мөрінен күн ұқсас нұр көрінді. Ғакашаның көзі нәбут мөріне түсті. Сол сәт көзінен жас ағып, өзінен өзі тағат ете алмады. Пайғамбарға алейхиссалам нәбут мөрін өбіп, аяғына жығылды. Расулалла, сенен кім реніш көрсін? Баршамызды кәпір зұлматынан құтқарып, бізге әдеп беріп үйреткен сенсің. Менің мақсатым сізді ұрмақ емес. Өзім қартпын, ғұмырдан өткенде тамұқтан құтылу үшін сіздің арқаңызды сүйдім деді. Расулалла бұл сөзді естіп, сүйінші саған, әй Ғакаша, Алла тағала сені тамық отынан арашалайды. Әй, менің үмбетім, жұмаққа баратын кісіні көргілерің келсе, Ғакашаға қараңдар деді. Осы себепті сахабалар Ғакашаға тағзым етіп, оның қолдарын сүйді. Ибн Масғуд айтады, Пайғамбар алейхиссаламның опаты жақын болғаннан кейін анамыз Айша Сыдық қызының үйіне келді. Мұнан соң Пайғамбарымыз алейхиссаламның мүбәрәк көзі жасаурап, сіздерден айырылар уақыт жақындады. Айтар өсиетім, мені Али жуындырсын, Пазил бин Ғаббас су құйсын, Әсәмә бин Зәйд бұларға болыссын. Мені осы киіммен Йемен шаһарынан келген ақ кілеммен кебіндеңіз. Жуып кебіндегеннен кейін мені төсегіме жатқызып, өздеріңіз шығып тұрыңыз. Төсегім менің қабірімнің шеті болар. Ол үшін сіздер шығыңыз, Хақ тағала әуелі маған рахметін ендірер. Мұнан соң періштелер тобымен Жәбірейіл алейхиссалам жаназа намазын оқыр. Мұнан соң Микаил, мұнан соң Исрафил, Азраил жаназа намазын оқиды. Мұнан соң сіздер келіп жаназа шығарыңыздар деді. Пайғамбар алейхиссалам 12 күн ауырды. Пайғамбар алейхиссалам Хужраттың 11 жылында Рабиғул айының 12 күні дүйсенбіде түс уақытында қайтыс болды. Пайғамбар алейхиссалам Меккеде 53 жыл ғұмыр кешіп, Мединеде 10 жыл тіршілік етіп, 63 жасында дүниеден көшті. Хазірет Айша Пайғамбар алейхиссаламның қабірі жанында жылап, әй жібек киім кимеген, жұмсақ төсекке жатпаған, арпа тағамымен тамағын тойдырмаған, намаз ықтиярын қылған, Расулля біл ғаламин деп зарланған еді. Кітаптың соңы. Оқыған Ербол Ералыұлы. Шымкент қаласы, 2023 жыл.